Сөз депутат Жүргенбаев Жанболат Әкебайұлына беріледі. Рахмет. Мәулен Сағатханұлы, депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектеновке бағытталады. Құрметті Олжас Абайұлы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арналған 2023 жылғы жолдауында аграрлық ғылымды дамыту ең бастысы, оны ауыл шаруашылығында іс жүзінде қолдану шараларын қабылдау керектігін атап өтіп, өсімдік шаруашылығын түбегейлі реформалау, егістіктерді әртараптандыру және жоғарғы рентабельді дақылдар алқабын ұлғайту жөнінде тапсырмалар берді. Осы бағытта 15 ұлттық бағдарлама мен 6 халықаралық жобаның нәтижелері бойынша орасан зор алуан түрлі тұрарлық ауыл шаруашылығы дақылдары жиналып, зерттелді және сақталды. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің 2022 жылғы ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығы ғылыми зерттеу ұйымдарында сақтаудағы ауыл шаруашылығы өсімдіктері мен олардың жабайы туыстарының генетикалық ресурстарында толық түгендеу жүргізілді. Коллекциялық жинақтарда әлемдік маңызы бар өсімдік агро-био алуан түрліліктігінің бірдей генетикалық ресурстары шоғырланған. Олардың бір қатары ауыл шаруашылығын дамыту үшін де, экспорттық әлеуетті кеңейту үшін де маңызды құндылық болып табылады. Бұл ретте Қазақстанда аса құнды ауыл шаруашылығы дақылдары мен жануарлардың генетикалық ресурстарын толықтыру, сақтау жөніндегі ұлттық бағдарлама жоқ. Осы бағыт бойынша ғылыми техникалық бағдарламалық конкурстық негізде және белгілі бір 3 жылдық кезеңде жүзеге асырылады. Бұл әлемдік практикамен салыстырғанда нонсенс болып табылады. Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының мәліметтері бойынша өткен ғасырдың ортасынан бастап әлем елдерінде ген банктердің саны біртіндеп өсіп келеді. Ол 80-нен 1750-ге дейін артты. Онда флора мен фаунаның 3,5 миллионнан астам үлгілері сақталған. Шпицберген аралында әлемдік био алуан түрлілікті жаһандық және мерзімсіз сақтау миссиясын жүзеге асыратын ген банк құрылды. Соның ішінде көршілес елдерде Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей, Беларусь елдерінде де ұлттық банктер құрылған. Қазақстан үкіметі ұлттық генетикалық ресурстарды сақтау мен дамытуға жауапкершілік жүктейтін бір қатар халықаралық құжаттарға қол қойды. Олар биоәртүрлілікті сақтау туралы конвенция, азық-түлік және ауыл шаруашылығы үшін өсімдіктердің генетикалық ресурстарын сақтау және тұрақты пайдалану жөніндегі жаһандық іс-қимыл жоспары, ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің мәдени өсімдіктердің техникалық генетикалық ресурстарын сақтау және пайдалану саласындағы ынтымақтастық туралы келісім, ТМД-ға мүше мемлекеттердің агро-био әртүрлілігін сақтау туралы конвенция, Нагоя хаттамасы. Өкінішке орай, Қазақстанның халықаралық конвенцияларға қосылуына қарамастан мемлекеттік деңгейде генетикалық ресурстар бойынша жүйелі жұмыс жоқ. Өсімдіктер генофонын халықаралық ғылыми қоғамдастыққа интеграциялау үшін Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты жанында құрылған генетикалық банкке ұлттық генофонд мәртебесін беру және ауыл шаруашылығы дақылдарының генетикалық ресурстарын сақтау жөніндегі жұмыстарды тиісті қаржыландыру қажет. Ауыл шаруашылығындағы министрлігі ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясы мен тұқым шаруашылығын дамытудың 2024-2029 жылдарға арналған кешенді жоспарын дайындалды. Онда өсімдіктердің генетикалық ресурстарын сақтау мен зерделеуге маңызды орын берілді. Осыған байланысты келесі мәселелерді аса назар аудару қажет деп санаймыз. Атап айтқанда, Қазақ егіншілік және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты жанына құрылған генетикалық банкке ұлттық мәртебесін беру, өсімдік үлгілерін, коллекцияларын мемлекеттік тіркеу бойынша жұмыс жүргізу, азық-түлік ретінде және ауыл шаруашылығына пайдалану үшін өсімдіктердің генетикалық ресурстары бойынша заңнамалық база әзірлеу, өсімдіктердің генетикалық ресурстары субъектілерінің материалдық техникалық базасын жаңарту және күшейту. Қазақстан Республикасының бюджеті кодексінің 53-ші бабы 1-ші тармағының 8-ші тармақшасына сәйкес өсімдіктердің жоғарғы бағалы сорттарын сақтау және дамытуға қаражат бөлуді қарастыру. Аталған мәселелер бойынша заңнамамен белгіленген мерзімде жазбаша түрде жауап қайтаруыңызды сұраймыз. Құрметпен, Жүргенбаев Кузиев.